Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай вупипай пирожныйның рецептімен бөлісетін боламын. Өте күшті болып шығады, дәмі барлығы жасалу оп-оңай. Алдымен ыдысқа жұмыртқаларымызды салып аламыз. Үстінен қант саламыз. Жақсылап миксермен араластырып аламыз. Үстінен сүт құямыз. Және де сұйық майымызды құйып, бір келкі болғанша араластырып, сосын артынан ұнымызды саламыз. Какаоны, сосын разрыхительді салып, бір келкі масса шыққанға дейін миксермен араластырып аламыз. Сөйтіп осылай пергамент қағазына одноразовый мешокпен құйып шығамыз. Өзі көтеріліп осындай күшті болып піседі. Сосын кремін жасауға кірісеміз. Творожный сырға қантымызды салып миксерлеп, артынан сливкиді құйып миксермен араластырып аламыз. Осындай қою крем шығады. Сөйтіп жаңағы пирожныйымыздың ортасына насаткамен осылай құйып сәндеп шықсаңыздар болады. Бетіне шоколад ертіп құйсаңыздар да болады. Бірақ әркім өз қалауымен, мен жай ғана осылай бетіне гүл жасай салдым. Өте дәмді күшті болып шықты, биік болып көтеріліп, жасалуды оп-оңай, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мен YouTube каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Алда көп рецепттермен бөлісетін боламын.